Сәлем достар, бүгін сіздермен құрамына ешқандай дұрыш қосылмайтын, сонда да өте жұмсақ, үлпілдек болып пісетін керемет бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл бауырсақтарды пісіруге бізге небәрі 10 минут уақытымыз кетеді. Рецептімді қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап қойды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бауырсақтарымызды пісіруге кірісейік. Ең алдымен 500 грамм айранымызға бір ас қасық ас содасын қосып, екеуін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бізде айран мен ас содасы реакцияға түсіп, айранымыз кішкене көпіретін болады. Бізде соданы айранға қосқандықтан қамырдан соданың дәмі шықпайды. Содан соң бір жұмыртқамызды, бір ас қасық тұзымызды, 2 ас қасық қантымызды саламыз, 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, міндетті түрде ұнымызды ситадан өткізе отырып қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды ситадан өткізіп илесеңіздер, біздің бауырсақтарымыз одан сайын жақсы көтеріліп, үлпілдек болатын болады. Сондықтан міндетті түрде ситадан өткізіңіздер. Бізде осындай қолға жабысатындай өте жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыздың бетін пакетпен жауып, 5-10 минутқа татырып қоямыз. 5-10 минуттан кейін алып, ұнның көмегімен қамырымызды жайып бастаймыз. Бізге қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, орташа көлемдегі қамыр керек. Содан соң бокалдың көмегімен осылай домалақ формаға келтіріп кесіп аламыз. Мінекей менің қамырымның қалыңдығы осындай болды. Жақсылап барлығын кесіп дайындап алғаннан соң, қызып тұрған майымызға салып, екі шетінен жақсылап қуырып аламыз. Біздің бауырсақтарымыздың құрамына ешқандай дрож қосылмаса да өте жұмсақ, керемет болып көтеріледі, үлпілдек болып шығады. Осымен біздің өте жұмсақ, керемет болып ісіп шығатын бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттер болады.